Хан Сұңқар ертегілері. Амансыңдар ма достар? Кішкентай бүлдіршіндер. Бүгін сендерге Хан Сұңқар ертегілерінен хан мен сұңқар қалай кездескені туралы әңгіме оқып берейін. Тыңдаңдар. Күн суытып, қар жабуға даярланып жатқандай. Күз мезгілінің суық күндері жетіп, өсімдік жапырақтары сарғая бастаған кез екен. Екі ағайынды жігіт қураған ағаш бұтақтарын жинап, үйлеріне қайтып келе жатады. Бір уақытта өзен бойындағы қарағаштың түбінде екі күшік бүрісіп жатқанын көреді. Тұмсықтары қызарып, әбден тоңып қалыпты. Ағайынды жігіттер жинаған ағаштарын сол жерге қалдырып, екі күшікті үйлеріне алып келеді. Күшіктердің қарындарын тойдырып, үйшік салып береді. Көп ұзамай күшіктер күш жинап, ойнақтай бастайды. Бірінші күшік ала үйдің қонжағы сияқты домаланған топ-томпақ болыпты. Төбесінен патша тәжісіндей ойымын байқаған иелері оған хан деген ат қойыпты. Екінші күшіктің сырт пішіні шымқай ақ сұңқарға ұқсағандықтан қыран әрі ақылды болсын деген мақсатпен оны сұңқар деп атаған екен. Күшіктер бір ұяны паналап, бір ыдыстан тамақ ішіп, қайда барса да бірге жүреді екен. Хан Сұңқар, хан Сұңқар, хан Сұңқар деп жиі атай бергендіктен екі күшіктің аты бір тұтас естілетіндей болыпты. Арада күндер өтеді, айлар өтеді. Екі күшік ауладағы төрт түліктің қорғаны, ал иелеріне адал достар ретінде жұртқа танымал болыпты.